Махаббат деген 17-18 бөлім. Әке-шешеме қарсы бара алмадым, кешір мені, деген Айтжан тағы да, Айжаным менің. Мені шынымен жақсы көрсең, өз теңіңді тауып тұрмысқа шық, бақытты бол. Кезі келіп сенің бақытты екеніңді көрейін. Мен үшін де бақытты болуға тырыс. Бұл Айтжанның маған айтқан соңғы сөзі. Менде үн жоқ, бар үмітім үзілді. Телефон тұтқасын қойып, отырған күйі қатып қалдым. Мына әлемнің бәрі қызық емес, жылағым келеді. Бірақ іштей намыс па, әлде Айтжанның сөздері әсер етті ме, жыламай өзімді ұстадым. Қанша отырдым білмеймін. Түскі асқа шақырып сіңілім келді. Түскі асқа келіп үндемей отырдым. Бәрі көңілсіз, анам жылаған сияқты. Кейіннен сіңілім айтты. Телефонмен Айтжан екеуміздің сөзімізді естіген екен. Үнсіздікті өзім бұздым. Апа, мені тұрмысқа беруге асыққан едіңіз ғой. Өзіңіз тапқан адамға ұзата беріңіз дедім. Бұл өмірде бәрібір ешбір ғашықтар қосылмағаны белгілі. Жүрегім жаралы болса да бәріне көнемін. Біраздан бері бір ағайын жеңгеміз бөле інісімен таныстырғысы келген еді. Ол отбасын үйдегілер жақсы таниды. Балалары жақсы жан, тәрбиелі, оқыған деп жүретін. Ерлан есімді жігітпен таныстыратын болды. Ауданға кездесуге шығатын болдық. Қасымда сыныптас құрбым бар. Ол кезде қазіргідей кафе қайда. Асхана сияқты шағын жерде кездестік. Шыны керек танысып отсам да түріне қарамадым. Сыныптас құрбыммен әңгімені өрбітіп отыр. Кездесу бітіп үйге қайттық. Жігіт ұнады ма? Қалай, жақсы жігіт па? Деп жеңгем, әпкем де сұрап жатыр. Сол кездері әпкем үйге қыдырып келген. Ұнады, деп сүйретіліп бөлмеге кіріп кеттім. Ерлан мені бұрын да көрген екен. Ауылда бір ағайындар тойына келгенде сол кезде ұнатып, бөле әпкесіне таныстыршы деп жүрген екен. Сонымен арада бір-екі рет кездесу болып, екі жақтың қалауымен бір күні мені алып қашты. Я, тұрмысқа шықтым. Бірақ тірі өлік сияқтымын. Күйеуім жақсы көріп, барлық жағдайымды жасап жүр. Күйеуіме деген жылулығым жоқ екені сырттай сезілді ме, енем мені жақтырмайтын. Ұлымды жақсы көрмейді, тастап кетеді, деп жиі бетіме айтып жүрді. Ондай сәтте Ерлан, мен ғашық болып сүйіп алдым. Менің махаббатым екеумізге де жетеді. Әлі-ақ жақсы көріп кетеді. Анасының сөздеріне солай жауап қайтарады. Тұңғыш ұлым өмірге келгенде күйеуіме деген сезімім болмады. Сыйладым, жағдайын жасадым, әйелі ретінде бетіне келіп сөйлемедім. Тұңғышымды босанып үйге келгенде күйеуім ұлымды қолына алып, қайта-қайта қолына алып, өзінің бақытты екенін айтып жатқанда ғана күйеуіме деген жылулық оянды. Бақытты еттің деген сөздеріне жылап қалдым. Сосын өзіме, енді оны қатты жақсы көретінімді, мұнан да бақытты ететінімді айтып жүремін, деп серт бердім. Арада біршама жылдар өтті. Сол аралықта Ерланға 3 жыл 2 қыз сыйладым. Бақытты жанұя боп тұрып жатырмыз. Мынау сенсор деген телефон шығып, Инстаграм деген ашылып, жаймен жақын жекжаттармен табыса бастадық. Бір күні Инстаграмнан SMS келді. Сәлем нағашы, қалайсың? Мен ғой Жамал, деген жазуды оқып қуанып қалдым. Осынша уақыт мүлдем кездеспей көріспегенбіз. Екеуміз Инстаграмнан бір-бірімізді тауып, өткен кеткенді еске алып, біраз әңгімелестік. Сосын есіне бірдеңе түскендей, айтпақшы, менің Инстаграмымда Айтжан бар, дегенде, солай ма, деген менде ешқандай бұрынғыдай сезім жоқ. Ерланмен отау құрғаныма 20 жыл болған. Ерлан біраз жағдайымды жасап, мені қатты сыйлады. Тіпті туған күніме қымбат көлікте әперді. Мен бақыттымын, Аллаға шүкір. Айжан нағашы, биыл жазда Шымкентке барамын, кездесейік. Айтжан және тағы басқа бөлелер, нағашылар жиналайық, деп жатырмыз деді. Арада 20 жыл өтті. Енді неден қорқып, неден қашамын? Жарайды деп келістім. Жалғасы бар.